Мә қыздар, мен бір күні күйеуімнен қатты ұрыс естідім бар ғой. Сол менің күйеуімнің ұрысқан себебі, сол менің күйеуімнің ұрысқанында может дұрыс болған шығар. Мен сол күйеуімнің ұрысқаны арқылы мен емін-еркін өзімді камера алдында болсын, басқа жерде болсын, өзімді емін-еркін ұстай алдым. Ол не себепте отсыздар ғой. Мен негізі өзім тұрмысқа шықпай тұрғанның алдында осындай бір Инстаграм желісі болсын, ТикТок желісі болсын, басқа болсын, өзім осындай интернет желісіне әуеспін десем болады. Яғни блог түсіру болсын, басқасы болсын, сондай камера алдында жүргенді жақсы көремін. Өйткені өзімнің мамандығым хореограф, музыкант болғаннан кейін, тем более камера алдында еркін сөйлей аламын ше. Содан кейін енді бойдақ кезде неше түрлі видеолар түсіресің, анау түсірдім, мынау түсірдім, қаншама аккаунттарым блокқа кетті. Солай түсіріп жүрген кезде тұрмысқа шығатын уақыт келді. Солай тұрмысқа шыққаннан кейін, енді келін болып түскеннен кейін келінге анау болмайды, мынау болмайды, келін секірді, келін үйтті, келін бүйтті деген, енді білесіздер ғой, келінге көп күнә дегенімше көп күнәрат тағылатын. Сода енді тиктоктың енді дамып келатқан кезінде уже адамдарға да андай болып, тикток деген өзі андай ерсі болып естілетін еді. Ойбай, тикток түсіріп жүр дегенше. Сол мезетте тиктоктың енді дамып келатқан кезі, мен де өзімді тиктокта түсіріп, жақсы оқырман жинап, жақсы түсіріп жүріп, сөйтіп жүрген кезде уже менде жан-жақтан уже пікір келе бастады. Ойбай, тикток түсіріп жүр, тиктокта бүйтіп жүр деп, даже енеме де қаншама видеоларымды түсірген видеоларымды жіберіп, мынау келінің түсіріп жүр деп, содан звондап, мамочка, звондады, прям кәдімгідей, анау сен келінің, мен танымай қалдым, бүйттім деп, кәдімгідей біртүрлі болып қалдым ше. Но бірақ менің күйеуім Инстаграм болсын, тикток болсын, басқасы болсын, мен түсіргенімді көреді, видеоларымды қарап отырады күнделікті деген сияқты ғой. Бірақ менің бір сынған жерім, жан-жақтан андай пікір келген кезде біртүрлі болып қалдым. Конечно, адамдарға жіберіп, үйде күйеуіме жіберіп, мынау кім, келін ба деп, бәріне жіберді. Короче, енеме де жіберді, мынау келін масқара, ойбай, мынау түсіріп жүр ғой деген сияқты қылып ше. Енді конечно, енді ол кезде енді енем ойбай түсірме деп ештеңе айтқан жоқ. Енді күйеуім рұқсат беріп тұрғаннан кейін ол жерде бір ерсі жасап жатқан жоқпын ғой, тек әшейін пародия жасаған сияқты сондай видеолар түсіретінмін. Даже отырыстарға барсақ та айтатын, ойбай тиктокер келін келді, ойбай блогер келін келді деп, андай мені мысқылдап, не істеп, мазақ қылған сияқты қылып ше. Негізі мен өзі бойдақ кезінде бір шақпылдап сөйлеп қалған адаммын ғой. Келін болып түскен кезде білмеймін, аузым жам болып жабылды да қалды. Тек жоқ деп сондай айтып қалдым. Кәдімгідей мен ортаға ашыла алмадым да. Ортаға ашыла алмауымның да себептері бар шығар мүмкін. Бәрі жан-жақтан жабылды. Ойбай, сенің келініңнен бұндайды күтпедім деді ғой. Басқа біздің келіндер сондай болатын шығар, но бірақ сенің келіннен күтпедім деген кезде біртүрлі болып қалдым ше. Бұндай ситуациядан қалай шығатын едіңіз? Содан бір күні қонаққа барып келе жатыр. Қонақта енді мана ағайын туыстың ортасында болған қонақтан қайтып келе жатқан кезде енді бәрі сол жерде тиісті, үйтті бүйтті, тиктокер, ойбай сен мындай түсіретін көрмедік деп, енді бәрі жан-жақтан жамырап жатыр ғой. Сөйтіп енді күйеуіміз екеуміз машинада қайтып келе жатырық та, сол енді мен күйеуіме айтып келе жатырмын да, не керек ондай ортада айтып деп ше. Күйеуіме ренжіп айтып келе жатсам, күйеуім маған былай айтты ғой, олардың шатағы қанша, онда шаруасы болмасын, сенің қасына тұратын мен ба, олар ма? Ешкімнің сөзіне мән берме. Ит үріп қояды дегенде білесің ба? Сол сияқты ит үріп аузын жабады бір күні. Просто оларда қазіргі қозғалатын тема болмай тұр, сондықтан сені қозғап жатыр деді ғой. Главное, сенің түсіріп атқаныңа мен қарсы емеспін ғой. Мен қарсы болып тұрсам, егерде жан-жақтан тумас жабылып жатса, ол кезде айтатын едім саған, жоқ түсірме, керек емес, маған ұнамайды деп айтар едім. Жоқ, өзіңе ұнайма, түсіре бер. Үйде отырған адамсың ғой, басқа не істейсің? Өзіңнің көңіліңді өзің ауламасың, сенің көңіліңді кім аулайды? Өзің түсіріп атсың. Сенің тиктокта түсіріп атқан видеоларының арасынан ерсі бір қылық көріп тұрған жоқпын, жай ғана пародия жасаған видеоларың. Сен оларды тыңдайсың ба, әлде мені тыңдайсың ба деген кезде, мен ана жерде сөйлеген түгіл аузымды ашпай қалдым ғой. Ашпағанда қалай, бірақ іште күйеуімнің қолдағанына қатты қуанып тұрмын. Ал егерде сол жерде күйеуімді қарсы болып, ойбай түсірме десе, қазір ойлап тұрмын да, может біреудің өміріне қызығып, қазір қарап отыратын бедім деп.
сондықтан күйеуіме де рахметімді айтамын. Интернет желісі болсын, басқа болсын, маған қарсылық танытпай жүргізе бер, өзіңе ұнаса дегеннен кейін, жақсы пікірден кейін күйеуімнің қандай қолдауы, соның өзі қандай қолдау. Енді кейбір жерлерде естеймін, жоқ, күйеуім рұқсат бермейді, түсіруге рұқсат бермейді, интернет желісі болсын, тикток болсын, қош түсірмей-ақ қой деп айтады деп. Бұл да бір күн болмасын, бір күн қалатын дүние ғой. Бұл интернет желісімен біз мәңгілік болмаймыз деген сияқты ғой. Уақыты келгенде тастаймыз. Бірақ қазір сол кездің дәуірі болып тұрған кезде жүру керек, көру керек деген сияқты ғой. Сондықтан мен сіздерге айтамын, мені әрқашан қолдайтын қасымда жолдасым барда, мен еш нәрседен ұялмаймын. Ал сіз бұл жерде не деп айтар едіңіз? Сіздің келініңіз осындай видео түсіріп жасап салып жүрсе, сіз ол кезде қалай айтатын едіңіз, қалай жеткізетін едіңіз? Ал енді келесі кезек сіздерде бұл жерде қандай ситуациядан шығатыныңызды және де лайктарыңызды басып комментарийға күйеуіме ақ тілек, ақ жаулықты тілектеріңізді жаудырып жіберсеңіздер және де лайктарыңызды басып маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Давайте VIP келінка Гүлімканы қолдап, өздеріңіз қолпаштап, көтеріп, шамалы биікке самғатып, ұшуына қанат бітіріп жіберіңіздер. Жаныма қанат біткен кезде сіздерді әрине ұмытпаймын ғой, сіздерде қолдаушым бар кезде мен әрқашан мықтымын.